Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін бізде видеода киношный видео, яғни ағылшынша айтқан кезде синематик видеоны қалай түсіреміз үй жағдайында, және бір айырмашылығы жалғыз ешкімнің көмегінсіз. Бірінші, бұл жерде әрине штативтің көмегі керек. Бірінші сценада мен қалай ұйқыдан оянған кезім, бұл жерде штативтің биіктігі жетпегеннен кейін қазақ байыский деп айтады, астына орындық қою арқылы штативті сәл болса да көтеріп түсірдік жоғарыдан. Содан кейін келесі сценада, келесі видеода крупный планмен алуға тырысам. Ол жерде тоже штатив керек әрине. И егер камераңызда автофокус болса, автофокуспен, кейде мен ойлаймын, даже ондай жағдайда ручной фокуспен әдемірек шығады. Себебі ручной фокуста арты блюр болып, размытый фон болып тұрады адам кеткен кезде. Соған да мән беріп солай түсіріп көрсеңіздер болады. Келесі кезекте GoPro-мен қалай түсірем. GoPro-мен басқа тағатын құрылғысы болмады менде, сол себепті GoPro-ны пайдаландым. GoPro өте ыңғайлы. Қазір қалай пайдаланғанын көрсетіп жіберейін. Тіске қысу арқылы әдемі картина, видео түсіруге болады. Ал келесі варианты бар, смартфонмен. Егер GoPro сізде болмаса кеттік. Келесі варианты гориллапад, трайпад кішігірім. Осы жерге мысалы смартфонды осылай қысып қоясыздар. И одан кейін широкоформатный видеоға қойсыздар, широкоугольный. Ары қарай өзі тіске қысып осылайынан түсіре бересіздер. Ол да өздеріңіздің идея, фантазияларыңызға байланысты. Душевая кабина немесе ваннада қалай түсіру керек. Енді әр кезде әртүрлі ситуация болады, әрине әркімнің ваннасы, душы әртүрлі. Соған қарап көресіздер. Енді мысалы менде ситуация мынандай. Камера прямой қаратқан кезде бұлайынан ыңғайсыз сыймайтын болды. Дұрыс көрінбейтін не істеп жатқанын, сол себепті мен камераны айнаға қараттым. Сол кезде не істеп жатқаным барлығы көрінетін болды. Енді өздеріңіз эксперимент жасап көресіздер, оң жағынан, сол жағынан, қай жағынан әдемірек шығады. Содан байқап қараңыздар. Таңғы ас ішкендегі GoPro-ны қалай пайдаланамыз, немесе ол кезде де камераны пайдалануға болады. Астыңғы ракурстан немесе үстіңгі ракурстан, сосын холодильникті, тоңазытқышты ашқан кезде, жапқан кезде, духовканы ашып жапқан кезде, суырма тартпаларды шкафты ашып жапқан кезде, GoPro-ның размері кішкентай, соған ішіне салып қойған кезде ол да әдемі киношный вид береді. Сол себепті ол тоже сіздердің фантазияларыңызға байланысты достар. Сіздер қазір
мына рюкзакка, үлкен рюкзакка камера болсун, линза болсун, батарея, дрон болсо дронду саламыз. Сол кезде видео адемирээк чыгат да. Бул кезде өзү камеранын ракурсун дурус тандоо керек да. Енді қорытындылай келе достар, бұл жерде ешқандай қатып қалған заңдылық жоқ. Заңдылыққа бұзыңыздар, әртүрлі практика жүзінде қараңыздар, барлығы опытпен келетін нәрсе, әртүрлі ракурспен түсіріңіздер. Ол енді өздеріңіздің жағдайларыңызға қандай ситуацияда түсіріп жатсыздар, соған барлығы да қатысты, тек қана камераның қымбаттылығына, оборудованияға қатысты емес. Ол телефонға да түсіруге болады. Сол себепті мен ойлаймын, келесі жолы телефонға қалай түсіру керек, сол туралы видео түсірейін ба, сол туралы комментарийде қалдырып кетіңіздер, егер қызық болса түсірем. Сосын музыка жайлы ұмытпаңыздар, егер музыканың саундтректің сапасы ұнамаса, нашар болса, онда видеоға провал болады. Ол тек қана видеода емес, кинопроизводствода да саундтрегі өте маңызды рөл ойнайды достар. Сол себепті музыкаға көңіл бөліңіздер, музыка 50% рөл ойнайды, немесе одан жоғары. Мені көріңіздер, комментарий қалдырыңыздар, подписаться бөліміне өтіңіздер. Келесі видеоларда лайфхакты, бэкстейджде неше түрлі күшті видеолар болады достар. Жақсы сау болыңыздар.